Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми зерттеу институтымыз, мамандарымыз мына қала әкімшілігі шақыруымен арнайы келіп отырмыз сапарға. Енді сапар мақсаты мына Қызылорда қаласының жасыл желектерін орман патологиялық дейді ғой, орман патология жағдайын анықтау және отырғызып жатқан ағаштарды келешекте көгалдандырудың бағыты қандай жолға жүру керек. Біз ғылыми тұрғыда өзімізді теория бағана ғылыми жағынан нұсқаларымыз бар, кеңестеріміз бар, өндіріске ұсыныс беруге дайынбыз. Жасыл Қызылорданың мамандарымен, су үшін мамандарымен не болып жатқан. Ол де екі бағыт. Жаңағы институт лесоводства бізде жаңадан егіп жатқан талдарымыз. Ол жер құнарлығын тексереді, басқа да жағына жасайды. Біздің Қызылорда облысында қандай талдар егу болады. Оның ішінде өзіміздің жерсінген бұрыннан кетіп жатқан ежелгі талдар, сырттан алып келіп егетін болсақ, қандай талдар, қандай өсімдіктер егу болады деген. Ол бір. Екіншіде енді бізде өзіміздің бұрыннан ежелден келетқан үлкен, қазір өзім сұрағанда қарағашымыз бар, басқа үлкен талдарымыз бар, көп жылдан бері. Бірақ қазір соңғы уақытта олар түрлі ауруға ұшырап, судың жақын орналасқанда, я болмаса бір басқа зиянкестер бар ма? Солмен күресу үшін институт карантин и защита растений деген солар мамандар шақырып отырмыз.